Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Оңай әрі тез дайындалатын, бірақ өте дәмді болып шығатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен қиярды видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турап аламыз. Одан соң консервідегі кукурузаны қосамыз. Енді кезекте пісірілген тауық етін қалауыңызша турайсыз, немесе ысталған тауық етінде қосуға болады. Енді жұмыртқаны да 4 бұрыштап немесе ұзынша етіп турап барлық құрамдардың үстіне қосамыз. Ал енді картофель пайды әзірлеудің рецебін төменде описание бөліміне сілтемесін қалдырамын. Майонез қосып, одан соң дәміне қарай тұз қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Енді ыдысымызға салып аламыз да үстіне тағы да картофель пайды салып әсемдейміз. Салат өте дәмді болып шығады. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Алдағы рецепттерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз.